Мына алдында ыдысын ауыстырып, тамырын тазалап, жаңа топырақ салып едім. Міне жаңа өскін пайда болды. Мыналардың бәрі құрап қалған. Ыдыс үлкен болған. Міне мынау бар өсіп тұрған осы еді. Мына жерлерден мен жапырақтарынан алып, көбейтуге қойып едім. 3 жапырақ алдым. Үшеуі де мынау картобы шықты. Міне және міне. Оларда әлі бір жапырақ болып тұр. Картошкалары үлкейіп жатыр астында. Мен жаңа бір қарап көрдім. Енді бұдан өскін шығады деп күтеміз. Тағы да 2 жапырағын алып, қалада отырғызам деп алдым. Енді оны да отырғызу керек ыдыстарға. Жаңа интернетте айтқандай, оған үлкен ыдыс қажет емес. Егер 1-2 осындай тал өсіп тұрса, оған осындай шағын ыдыс болған жақсы. Сонда бар күшін тамырына, картоп өсіруіне, өскін өсуіне жұмсайды. Ешқандай дәрумен беріп, подкормка жасап жатқан жоқ, сол ауылдың ағынды суымен суғарады.